Сонымен біз әрмен қарай шәкәрімнің арылымын жалғастыра береміз. Бұл осы жолғы әңгімеміз ә, уақыт, заман, мәңгілік туралы тақырып болмақшы. Енді абай ілімінде және шәкәрім ілімінде заман туралы айтқан кезде оның уақытша, өткінші екенін айтады. Заман деп олар уақытты айтқан. Оның жалған екенін айтқан. Яғни абайдың бір өлеңі бар, сонда сағаттың шықылы біздің өмірімізді күнде ұрлап жатыр деген сөзі бар өлеңінде. Енді қазір тағы бір өлеңіне мысал келтіре кетейін. Әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек, заманға жаман күйлемек, заманы оны илемек дейді абай атамыз айтады. Енді осыған байланысты абай шәкәрім өз өмірін өзінің тірі кезінде мына заман қай заман, қаскүнемге жай заман, араздық пен өсекке өлшеуі жоқ бай заман деп өз заманын осылай айтқан екен. Яғни заманды осылай сынап алады да шәкәрім атамыз: күндегі таныс күн мен түн, жалықтым мұнан кетемін, қайта бір ойын ұялмай ойнап нетемін, өзгермейтін өлмейтін өмірді талап етемін, қайталап ойын көрмейтін қызыққа түпсіз жетемін дейді. Яғни бұл өзінің заманын шәкәрім ойын деп айтқан. Енді қазіргі біздің заманымызда да сол ойын жалғасып жатыр деп айтуға болады. Ал енді бұл ойын жалғаса беретін болса, біз қалай өмір сүрмекпіз, қалай біз жылжымақпыз, неге біз байлау жасамақшымыз деген осы сұраққа келетін болсақ, мен мынаны айтқым келеді. Жалпы уақыт дегеніміз не? Уақыт дегеніміз шын мағынасында бұл ой. Яғни ой дегеніміз уақыт болатын себебі бұл еске байланысты. Ой деген естен шығады. Бір нәрсе есімізге түседі де, сол ой болады. Ал ес дегеніміз не? Бұл уақытқа қатысы бар нәрсе. Егер дұрыстап талдай білетін болсақ, бұл мысалы кешегі болған бір жағдай есімізге түсті дейік. Сол болған жағдай есімізге түседі де, сол бізге ой болып жаңағы басымызда жалғасып отырады. Ал шындығында сонда мәңгілік деген қайсы сонда? Ой, яғни бұл ой дегеннің барлығы уақыт, бұл жаңағы болып жатқан заманның елесі біздің миымызда тоқтамай ағып жататын. Және бұл ой бізге тек қана жақсы ойлар бермейді. Әлемде не бар, неше түрлі жаман нәрсе бар, соның бәрі біздің ойымызға кіріп шығып жатады. Сонда бізде мәңгілік не деген сұрақ туады? Мәңгілік бұл жанмен байланысты нәрсе. Жаңағы шәкәрім атамыздың күнделікті мұндай ойынды жүргізгенше мен мәңгілікке қарай кетемін деп айтады. Мәңгілікте болғым келеді дейді. Сонда бұл қандай мәңгілік? Мәңгілік дегеніміз қазіргі кезде осы мәселені көп қозғап жүр. Қазір және осында деген уақыт жайлы жаңағы біз абай мен шәкәрімнің ілімінде уақыт туралы айтып кеттік. Заман дегеніміз уақыт дедік. Осы уақыт жайлы біраз ойшылдар зерттеген, біраз ілімдерде бар, шығыстық ілімдерде көптеп зерттелген. Соның ішінде жаңағы Кант та бар, осы туралы уақыт туралы зерттеген. Августин Блаженный деген христиан философының айтып кеткен ойлары бар. Енді біраз ілімдерде айтылады. Жалпы бұл жаңағы уақыт қазір және осында деген бұл дәл қазір болып жатқан нәрсе ғана шындық дейді. Дәл қазір және болып жатқан. Өйткені біз негізінде егер осының бәрін біз талдай отырсақ, негізінде біз тек қана қазір жаңа осында ғана болуымыз керек. Шындығында бұл біздің өзіміздің өмірімізді қиындататын біздің ойымыз екен. Неге қиындатады? Өйткені ол үнемі өткенді ойлайды. А өткенде не бар? Өткенде көбінесе адамның өмірінде жақсылықтың көбі балалық шағында қалады да, кейбір адамдарда балалық шағы да жақсы болмаған балалық шақтар. Себебі кейбіреу ананың махаббатын алмаған, кейбіреу әкенің махаббатын көрмеген, кейбіреуі өмірінде түк жақсылық көрмеген. Әртүрлі сондай оның ойында әртүрлі жағымсыз нәрселер болуы мүмкін. Жалпы өткен деген өткенге оралмау керек. Сол үшін біздің айтарымыз өткенді оралмау керек. Өткен дегеніміз жалпы шығыстық ілімдерде айтады, ол өлген нәрсе, ол жоқ, ол тек кино сияқты, жаңағы кино, фильмнің ленталары сияқты. Ол ленталарды қайта қопарудың керегі жоқ. Неге десеңіздер,
қазір түп сана, подсознание деп көптеген психологтар қарастырып жүрген нәрсе, сол негізінде түп сана деген сол өткен нәрсе. Өткен ойлар, жаңағы кино, фильм. Сондықтан ол өткенге оралудың керегі жоқ, ол бізге қажет емес. Осыны көп адамдар түсіне алмайды, көп адамдар түсіне алмай жүр. Тіпті мысалға өткен заманғы заттардың қасында көп жүру, сол заттарға қайта қимай, соған қарау, сол өмірге апарып, тура сол уақытқа алып келеді екен. Мысалға, соғыс кезінде, музейлерде жатқан соғыс кезінде қираған заттар, адамның қаңқаларын ұстауға мүлде болмайды дейді. Өйткені біздің санамыз сол өткенмен жанасып кетуі мүмкін, ол бізге керек емес деген нәрсе. Сондықтан біз өткенге оралу бізге зиян. Ал енді болашақ туралы айтайық. Болашақ алдыға да жылжымау керекпіз. Неге десеңіздер, біздің болашағымыз туралы көп ойлап, қайта сол болашаққа кіре бермеу керек. Мысалға, қазір және осында біз қалай өмір сүрдік, не ойладық, не істедік, сол біздің болашағымызды жасап отырады күнделікті. Сол себептен егер мына арманды орындаудың техникалары десек те болады, арманды орындаудың техникасы да осында жатыр. Өйткені біздің уақыт біздің жауымыз екен. Қазір мен сіздерге тағы рет айтып отырмын, қалай ол уақыт біздің жауымыз болады? Себебі уақыт бұл биологиялық уақыт, жаңағы Абай атамыз айтқан сағаттың шықылы сенің өміріңді күндерламақ деген сөзі Абайдың. Мысалға, биологиялық уақыт бойынша егер біз осы уақытқа тәуелді болып қалса, біздің ой санамыз бізге ол өте үлкен көп кедергі келтіреді. Мәселенки, кейбір адам 40 жасында қайтыс болып кетеді. Кейбір адам сол жасына жетпей бір қатерлі нәрсеге ұрынып қалуы мүмкін. Әрине, оның бетін аулақ қылсын. Не себептен дегенде, бұл тағдыр деген нәрсе, сол уақыт деген тағдыр. Ал біздің айтайын деп отырғанымыз тағдыр деген жоқ дегенді айтқымыз келеді. Неге десеңіздер, тағдырды жарайды, біз дүниеге келгенде біз өткенімізбен дүниеге келдік, өйткені біздің генетикамыз бар, ДНК-мыз бар деген сияқты. Тіпті кейбір ілімдерде реинкарнацияны да жоққа шығармайды. Ал енді содан бастап біздің жаңа өміріміз басталған кезде біз саналы ғұмырымызды қалай өмір сүріп жатырмыз, қалай осы біз туғанда жасалған тағдырды қалай өзгертуімізге болады, осы тағдырды қалай біз басқа арнаға бұрып, өзіміз жасампаз боламыз, қашан біз өзіміздің өмірімізді жақсы жаққа аударамыз. Міне, осыны аударудың бізде техникасы деп айтайық, бұл уақытқа оралмау, өткенді ойламау. Шын мағынасында өткен деген жоқ. Ол жай кино, фильм ретінде. Бары тек қазір, осы және қазір ғана бар біздің қолымызда. Ал ертеңгіміз біздің қалай болатынымыз соған байланысты. Олай болатын болса, мәселе мына қайғыру, қазір айтып жатырмыз жетістікке жету дегенді. Жетістікке жете алмаған адамдар қайғырады, дүниеге бола қайғырады, басқа нәрсеге қайғырады, жалғыздықтан қайғырады. Міне осы ешкім түсінбегендіктен қайғырады деген сияқты. Осы қайғырудың барлығы жаңағы уақытта тұр. Мына Гетенің «Остановись, мгновение» деп айтатыны бар. Неге өйтіп айтатыны, бұл ойшылдар осы жаңағы тек қазіргіні ғана ойлаған адам бақытты деген Фауст трагедиясында Гетенің ондай айтатын сөзі де бар. Себебі біз қазір және осында болған кезде бізге рахат өмір бұл. Өйткені біз барлығын жаратушыға береміз. Жаратушы деген біздің жаңағы өзіміздің ойымыз, ісіміз, барлығы жаңағы қазір жақсы ойлау, қазір жақсы істеу, сол біздің жаратушымыз, сол біздің ойымыз, біздің жанымыз, сол нәрсені, сол жан мәңгілікте тұр. Яғни бұл бірде қойыңыздар. Екіншіден, жаратушы иеміз, біз қазір және осында болған кезде жаратушы иеде мәселе уақыт жоқ екен. Ол мәңгілік. Ол мәңгі жас деп айтады көптеген ілімдерде. Мәңгі жас дейді. Ол рух дейді. Шәкәрім тіпті айтады, рух деген дінсіз таза қыл дейді. Ол жерде ешқандай ілімді де қозғап керегі жоқ бұл жерде. Бұл жерге ешқандай пәлен айтқан, түген айтқан тарихты да қозғап керегі жоқ. Бұл қазір жаңа осында қоршаған айналаға қарап,
жас болу, соған қарап масаттану, табиғатқа қарау, шындықты іздеу үшін неше түрлі әдемілікті іздеу, гүлге қарау, табиғатқа қарау, жас сәбилерге қарау, осы дүниенің кереметтігіне, 12 мүшеміздің сау болғандығына риза болу, шүкір ету, бақытты болу. Яғни дәл осылай біз дәл қазір және осында болған сәтімізде, біз жаратушының бойында болады екенбіз. Өйткені онда уақыт жоқ, ол мәңгілік. Неғұрлым біз қазір және осында болғанда, соғұрлым біз жаратушының бойында болып, біздің жаңағы ойлаған ойымыз, біз не істегіміз келеді, не армандап жүремізді жаратушының біз каналында, біз соның ойында болғандықтан бізге алдыға жылжуға жеңіл болады екен. Сондықтан адам әр уақытта тек алдыға жылжуды ғана ойлау керек. Алдыға қарау керек. Бірақ алдыға қарау дегеніміз бұл алдағы не болатынын қиялдап, қайта соны ойлау емес, қазір және осында жай отырмай іске кірісу деген сөз. Көбінесе мына арманшыл адамдар керісінше қимылдамайды екен. Сондықтан біздің мәселе, біз армандау деген бар, тілеу деген бар. Тілеу деген нәрсені, мысалы, тілек дегенде көбінесе бір тәнді қанағаттандыруға жатқызады да, армандау деген одан да жоғары нәрсеге жатқызамыз. Арман деген, мысалы, халқым аман болса екен деген бұл арман, бала-шағам аман болса екен деген, бала-шағам бақытты болса екен деген арман. Ал қазір мен тәтті тағам жегім келеді, әдемі киім кигім келеді, бір жақсы үйде тұрғым келеді деген бұл әрине тілек болады. Сондықтан қазір жаңа осында болған адамның арманы тезірек орындалады деген сөз. Ол үшін ештеңені уайымдамау керек. Уайымдау деген өткенді ойлау, уайымның бәрі өткеннен пайда болады. Осыны біз білуіміз керекпіз. Мәселен, қараңыздар. Кеше алдың күні дейік, сіздің бастығыңыз жұмыста сізге бір ескерту жасады. Немесе көршіңіз бір жағымсыз сөз айтты. Не туысқаныңызбен бірдеңеге келіспей қалдыңыз. Сіз соны 2 күн өтті, 3 күн өтті, сіз әлі басыңызды айландырып жүрсіз. Бұл дегеніңіз не? Бұл дегеніміз сіз уақытта отырсыз деген сөз. Уақытқа бағынбау керекпіз біз. Заманды қай жан илемек дейді. Заманы оны илемек, заманы оны сүйремек, заманды қай жан билемек дейді Абай атамыз айтады. Заманды билеу үшін біз уақытқа бағынбауымыз керекпіз. Яғни кеше сізге бір туысыңыз жаман нәрсе айтты, сіз соны әлі күнге шейін ойлап жүрсіз, ендеше сіз әлі сол уақытта отырсыз. Уақыттан шығу керек. Уақыттан шығу үшін не істеу керек? Уақыттан шығу үшін санамен ойланып, өз-өзіңді бақылау емес, бақылау деген дұрыс емес. Мысалы, көп адамдар нәпсісін жеңгісі келіп қиналады. Мысалы, дұға оқитын жүрсін. Ол дұрыс емес. Олай өзіңмен алыспау керексің. Олай өзіңмен алысудың орнына тек санамен соған ойланып жету керек. Мен не уақыттың құлы болып отырмын, кеше болған нәрсені бүгін неге ойлап отырмын? Бұл бәрі уақыт қой, бұл уақыт деген бәрі жалған деп отырмыз ғой жаңа. Кино, лента. Тіпті жаңағы шәкәрімнің жаралыспасы қозғауы керек қолғабыс дегенде барлық нәрсе қозғалады дейді. Дене сезіміне нанба дейді. Дене сезім барлығы қозғалып тұратын бұл иллюзия дейді. Енді ол иллюзия болатын болса, біз неге осы иллюзияға сеніп, оған сеніп, біз осы иллюзияның ішінде жүреміз. Уақыт деген де иллюзия. Өйткені ол уақыт деген нағыз жаңағы көзге көрінбей біздің өмірімізді ұрлап отыратын бір ол субстанция. Ол туралы терең айтуға болады. Біз қазір оны айтып, біз басымызды қатырғымыз. Сіздердің де өзіміздің де басымызды қатырып, теріс жаққа бұрып әкеткіміз жоқ. Бізге керегі қазір және осында болған кезде біз жаратушының бойында болып, яғни ол мына жан дегенде, шын айтқанда, энергетика, жан дегенде энергиядан тұрады бұл. Енді жан деген мынау жерде тұрады, кеудеде тұрады дейді. Кеудені жаңағы кеудеде тұратын болатын болса, бұл жан дегенде энергия дейді. Барлық нәрсе энергиядан тұрады. Мысалы, жақсы ой, жақсы энергия, жаман ой, теріс энергия. Энергия деген не десек, осы олай болатын болса, біз үнемі тек қазір және осында болып, мәңгіліктің бойында болу арқылы өз арман тілектерімізді орындай алады екенбіз.
Енді бір жалған дегенге тағы бір нәрсе айталық. Тағы бір нәрсе айталық. Бұл жаңағы уақыттың жалған дегеннің тағы бір белгісі сол уақытты біз көзге көрінбейтін нәрсе, бірақ сол ой ретінде бізді үнемі алдап соғып, жаман нәрсеге әкеліп итеріп, жаман ой беріп, үнемі бізді теріс жаққа әкелмес үшін біз үнемі қазір және осында болуымыз керекпіз. Қазір және осында болу үшін не істеуге болады? Яғни ой бізге бөгет болады көп жағдайда. Күмән, ой, ескі өкпелер, реніштерді ойлау, осының бәрі уақыттан келіп тіреледі. Өйткені күмән қайдан шығады? Өткендегі бір тәжірибеге сүйеніп күмәнданады ғой адам. Ал оны алып тастау үшін қазір және осында боламыз. Қазір және осында болу дегеніміз, мысалға алайық, біз жан жағымызға егер өте сонда мұқият болатын болсақ, біз бұл кезде біз мұқият қарай білсек, біздің жан жағымызда не болып жатқанын жақсы байқар едік. Жіті бақылау арқылы әлемде не болып жатыр, маңайымызда не болып жатыр, адамдар не туралы айтып жатыр, кім не туралы айтқысы келеді, кім не туралы сөйлесіп жатыр деп мұқият болу арқылы біз жанымыздағы адамдардың өміріне мән беріп қарап, ол не туралы ойлайды, оның жанын не қозғайды деген сұрақтардың да жауабын тауып алар едік. Біздің сезімталдық қасиетіміз оянар еді. Сол арқылы сезімталдық қасиетіміз оянар арқылы біз жаңағы әлемнен бөлінбей тұтастыққа енер едік. Тұтастыққа енген сайын біздің күшіміз көбейе береді. Яғни мұқият болу, жан жаққа мұқият болу біздің өткендегі біздің тағдырымыздағы тұқымдағы кедергілерге мән бермей, кедергілерге жай ғана қарап отырып, соны сана сезімнен өткізе отырып, мысалға алайық, кеше бір адамды көрдік. Кеше ол жетістікке жетіпті. Сол жетістікке жеткеніміз, мысалы, өзімізді ойлайықшы. Оның жетістікке жету бізді қуана ма, қуандыра ма, жоқ бізді ызаландыра ма? Егер ызаландыратын болса, біз соны талдауымыз керекпіз. Мен неге соған ызаланамын? Яғни менің бойымда тұрған осы зұлымдықты, өзімшілдікті менде бар екен ғой деп ойлаудың өзі сол жеңіске жету болып саналады. Соның зұлым нәрсе екенін білгеніміздің өзі бізді жеңіске жеткізеді. Мәселенки, сонда біз санаменен оны талқыладық, санаменен ойландық, біз ойымыздың дұрыс емес екенін сезіндік. Осы жетіп жатыр. Онымен ешқандай күресудің қажеті жоқ. Сөйтіп біздің осы ойларымыз дағдыға айналады да, біз енді өткенге оралмаймыз, тек өзіміздің сыртымыздан қарай алатын қабілет оянады. Осы дағдыға айналғаннан кейін, мысалға, солай біртіндеп бір ай бойы осылай ойлаған адам өзімшілдігінен жеңіп, өзімшілдігінен ақырындап арыла бастайды. Міне бүгінге айтарым осы. Рахмет.